скрининг аркылуу ИФАга жолдомо бергенден кийин осы кружочктардын экөө жасыл жанып турса, уже ол киши сизге результат салды деген сөз. Ал эң биринчиси осундай кара болуп жанып турса, значит ол эмне астыңкы жагында тур, тек гана назначено деген сөз, Бул жер процедурный кабинетке направление берген, тамырдан кан алуу үчүн деп. Эгер бул жанбай турса, значит буну процедурный кабинет аркылуу жабылат. Процедурный кабинетте бул пациент баргандан кийин процедурный кабинеттен лабораториядан жолдомасын карайт, направление бармы жокпу, бар, ону врачка жолдойт да жиберет. Олар основном мына жерде эмне үчүн калып койгонун билмей атат. Оны сиздер міндетті түрде лаборатория емес, именно кабинет медсестры, процедурный кабинет. Процедурный кабинет аркылуу кіріп, қай күні жолдадыңыз, мына жерге числосын ауыстырып, науқасыңыздың толық данныйын жазып, мына жерін анықтайсыз, одан кейін астына түсет. Осы түскеннен кейін барып, мына жанда кішкентай направительный значок тұр. Осыны басасыз, басқаннан кейін сізге жаңа бет ашылады. Жаңа бет 30 күні кеп тапсырды. Шет жағында міне сағат. Осы сағатын белгілейсіз, қай уақытта келді, сағат 8-де ма, 8:30-да ма, соны таңдап аласыз, сохранить деп. Подтвердить да дейсіз. Одан кейін уже ол осы беттен өтіп, сол жақ, оң жақ бетіне түседі. Осы жерде кішкентай мына жерде значок тұр. Осы значокты басқаннан кейін сізге астыңғы жағына уже сіздің жасайтын процедураңыз бар. Келді пациент, идентификациясын тексердіңіз, қабылдадыңыз, күнін, уақытын жазып, уже науқас кірді кабинетіңізге, пациент. Кіргеннен кейін уже ол кісіге қан алып болғаннан кейін состояниесін мына жерге жазуыңыз керек. Мына жерде X егер алған жоқсыз жауап жасайсыз, егер қан точно алған болсаңыз, галочканы басасыз. Галочканы ашқан кезде новый бет ашылады. Сізге осыларды жасаған кезде жалобы болды ма пациентте? Болса, қандай жалоб болды? Бас айналады, немесе тағы да басқа қан алдырмаймын деп атады. Жалоб жоқ болса, жоқ, оценки боли. Бас айналады, қолым ауырды дейді, тағы да басқа да шағымдармен тұрса, айтасыз, оны жазасыз. Егер шағым жоқ болса, нет дейсіз. Оценка риска падения. Науқас кейбір кезде есінен тану болады. Болса болды, болмаса жоқ, болған жоқ дейсіздер. Болды, одан кейін сохранить басасыздар. Сохранить басқаннан кейін пациент уже тамырдан қан алынды деп белгіленеді. Одан кейін қайтадан кіріп, осы пациентті применить деп іздеп қайтадан ашсаңыздар, бұл енді сіздің интернетіңіздің жиілігіне байланысты. Кірген кезде уже барлығы да жасыл жанып, этап завершен болады.